Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше кеспе көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Кеспеміз езілмей, сорпамыз мөлдір, өте тамаша болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен қазанымызға алдын ала жуып дайындап алған етімізді саламыз. Үстінен суымызды құямыз. Мен сиыр етін қолдандым, және де шамалы ғана құйрық май тастадым. Міндетті түрде сүйекпен болғаны жақсы, сорпаңыз сонда өте дәмді болып шығады. Сорпа қайнап шыққанша алдын ала осылай қамырымызды елеп дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 1 шай қасық тұз және шамалы су 100-150 мл шамасында су құйсаңыз болады, немесе судың мөлшерін бұдан да аз қолдансаңыз болады. Жақсылап ертіп алғаннан кейін үстіне шамалы ұн салып, аз-аздан салып отырамыз. Ұнның мөлшері нақты жазылмайды, себебі ұнның мөлшері жұмыртқаның үлкен кішілігіне байланысты болады. Сол себепті ұнды шамамен осылай қосып отырып, араластырып отырасыз. Тым қатты қып та елеп жібермейсіз. Ол онсыз да қаттырақ болады, себебі сіз жұмыртқа елейтін болғандықтан зуаламыз қаттырақ болады. Сол себепті осылай шамалдан қосып отырып елейміз. Осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын, қатты жұмсақ емес, қатты емес қамыр илейміз. Егер каналымда бірінші рет болған болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Ал егер менің каналымда бұрыннан бар болсаңыз, міндетті түрде комментария қалдырып, менің каналымның дамуына үлес қосуыңызды сұраймын. Қамырымызды салафанға салып, осылай демалдырып қоямыз. Шамамен 10-15 минуттай демалғаннан кейін жаюға бастаймыз. Әзірге қазанымыз осылай қайнап шықты. Қазанымыздың бетінен осылай көбіктерін алып тастайтын боламыз. Көбіктерді алғанда өте мұқият болыңыз, себебі сорпаның мөлдір таза болуы тікелей осы көбіктерге байланысты. Көбікті міндетті түрде жақсылап сүзіп алып тастаңыз. Үстіне пиязымызды, сәбізімізді, сарымсағымызды және болгар бұршын тастаймыз. 1 ас қасық тұзды қосамыз. Араластырып жібереміз. Үстінен қара бұршымызды тастаймыз, және де аз көкменде бұнда петрушка мен укроп сабақтарын осылай жіппен байлап жанына тастадым. Әзірге сорпамыз қайнап шыққанша осылай қамырымызды жайып аламыз. Шамамен 2-2,5 сағат арасында біздің сорпамыз қайнап пісіп шығады. Ойға дейін осы қамырымызды жаямыз. Қамыр менде осылай бір жұмыртқаның өзінен көп шығады, себебі мен көп сорпа істеп жатқан жоқпын, шамалы ғана. Сол себепті мен 2-ге бөліп, әзірге тек 1-ін ғана қолданамын, ал екіншісін жайып кептіріп қойсаңыздар болады. Кейін қолдана бересіздер. Сол кепкен кейінде салафанға салып, жинап қойсаңыз, келесі ретте уже жаймайсыз, сізде дайын болып тұрады. Қамырымызды осылай жұқа болғанша жайып аламыз. Міндетті түрде қамыр жұқа болу керек. Сол кезде сіздің қамырларыңыз шашыраңқы әдемі болып шығады, кейін қатты сініп кетпейтін болады. Міне осылай прозрачныйлық осындай болу керек. Примерно мына жазуына дейін көрініп тұратындай жұқа болса, сіздің қамырыңыз кейін сорпаның барлығын өзіне тартып алып, тым үлкен болып кетпейді. Әдемі болып шығады. Астына шамалы ұн сеуіп, 2 оқтауды қойып, үстінен осылай шамалы кептіріп аламын. Сонда қамырым тураған кезде бір-біріне жабыспай, қамырым шамалы кебіңкірейді, сонда бір-біріне жабыспай шығады. Қатыңқы қамыр болғандықтан бетіне шамалы ғана ұн сеуіп жүреміз. Көп ұн сеуіп жүрмеңіздер, себебі ұны көп болып кетсе, қамырға шамалы жабысып, сорпаңыз ботқа сияқты болып шығуы мүмкін. Сол үшін осылай аз ғана ұн сеуіп, осылай жіңішке етіп турап аласыз. Жіңішке етіп турап алған қамырларымызды осылай араларын ашып жайып қоямыз. Сонда қамырларымыз бір-біріне жабыспай, кебіп, жақсы әдемі болып тұрады. Екінші қамырды да дәл осылай жайып, кептіріп, сақтап қойсаңыз болады. Қамырымыз дайын. Ендігі кезекте сорпамызға салатын картоптарымызды дайындап аламыз. Картопты осылай 4-ке бөліп турадым. Сәбізді жарты ай пішіндес қылып турадым. Және де жасыл бұрышымызды ұзыншалап турап шықтым. Сарымсақты майдалап турадым. Әркім өз қалауынша өзгертсе болады. Енді қазанымыздың бетін ашып, алдын ала осылай салынған сәбіз, пияз және аскөктеріміздің сабақтарын алып тастаймыз. Барлығын осылай алып тастаймыз. Тек еттерімізді қана қалдырамыз. Сорпа бізде 2 сағат қайнап шықты. Енді үстіне осылай алдын ала дайындалған көкөністерімізді салып, жақсылап араластырып, үстіне қалауыңызша өзіңіздің дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Мен қызыл тәтті бұршын және лаваш жапырағын салдым. Бетін жауып 15 минут қайнатамыз. 15 минуттан кейін қазанымыздың бетін ашып, еттерімізді сүзіп аламыз. Ет менде шамамен 2,5 сағаттай қайнады, өте жұмсақ болып шықты. Енді осы қайнап жатқан сорпамыздың үстінен кеспелерімізді тастаймыз. Кеспе алдын ала кептірілгендіктен осылай жабыспай әдемі болып тұр. Аз-аздан тастаймыз.
Міндетті түрде осылай қасықпен шамалы қарап қою болып қалмайтындай қылып тастаңыз. Сорпасы шамалы көптеу қалсын, себебі бізде кеспе өзіне сорпаны шамалы тартып алады. Лапша бізде шамамен 2-3 минутта дайын болады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес сорпа болсын десеңіз, міндетті түрде осылай бақылап отырыңыз. Осылай шамалы етін сүйегі мен майынан тастап, жанына қамырымыздан, кеспемізден салып, шамалы картоп пен сәбізімізден салып, үстіне сорпамызды шамалы қиып, үстіне аскөгімізді сеуіп, осылай әдемі етіп ұсынамыз. Достар, егер видео ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Кендерде кішкентайларды өте сүйсініп ішетін керемет дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.